Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы климаттық белдеулер. Оқу мақсаты: климаттық белдеулерді талдайды. Негізгі және өтпелі климаттық белдеулердің климатын біледі. Климаттық белдеулерді картадан көрсетеді. Климаттық белдеулерді бір-бірімен салыстырады және талдайды. Климаттық белдеулерге ауа массаларының ықпалын сипаттайды. Белгілі климат зерттеуші ғалым Алисов жер шарында бір-бірінен температуралық жағдайлары және ауа массаларының қасиеттері мен әсер ету аймақтары арқылы айырмашылық жасайтын 13 климаттық белдеуді ажыратты. Осы картадан көріп отырғандарыңыздай, бұл дүниежүзінің климаттық белдеулер картасы. Яғни, ортасында бірінші бізде экваторлық климаттық белдеу, одан кейін субэкваторлық климаттық белдеу, одан кейін үшінші тропиктік климаттық белдеу, төртінші субтропиктік климаттық белдеу, бесінші бізде қоңыржай климаттық белдеу, алтыншы субарктикалық климаттық белдеу, субарктикалық және субантарктикалық, одан жетінші бізде арктикалық немесе антарктикалық климаттық белдеу. Климаттық белдеулер негізгі типтеріне байланысты олар екіге бөлінеді. Негізгі және өтпелі климаттық белдеу болып. Негізгі климаттық белдеу экваторлық, тропиктік, қоңыржай және арктикалық климаттық белдеу. Өтпелі климаттық белдеуге субэкваторлық, субтропиктік, субарктикалық, субантарктикалық климаттық белдеулер жатқызылады. Тапсырма бірінші. Кестені толтырыңыз. Климаттық белдеулер атауы: экваторлық, тропиктік, қоңыржай, арктикалық немесе антарктикалық. Жауын-шашын мөлшері, яғни экваторлықта жауын-шашын мөлшері қанша болады, соны жазасыздар. Тропиктеде, қоңыржайда және арктикалық пен антарктикалықта. Орташа температура қаңтар айында қанша градусты көрсетеді және шілде айында қанша градусты көрсетеді. Әсер ететін ауа массаларын жазып шығасыздар және климаттың ерекшеліктеріне тоқталып өтесіздер. Экваторлық климат, яғни экваторлық климаттық белдеу, бұл экваторлық ауа массаларының әсерінен қалыптасады. Бұнда жаз және қыс айларының орташа температуралары көрсетілген. Яғни экваторлық ауа массаның болуы, ауаның температурасы плюс 24-28 градусты құраса, тұрақты желдер пассаттар соғып тұрады үнемі. Жылдық жауын-шашын мөлшері 1000 мм-ден 3000 мм аралығында, ал таулы аймақтарда 6000 мм-ге дейін жетеді. Тропикалық климаттық белдеу, онда тропиктік ауа массалары әсер етеді. Онда материкте ыстық болып келеді, плюс 40 градусқа дейін, 40 градус Цельсийге дейін созылған. Жаз айлары салқын, яғни жаз айлары жаңағы қысы салқын, 15 градусты құрайды. Жауын-шашын мөлшері 250 мм-ге дейін жетеді. Яғни жауын-шашын мөлшері өте аз. Себебі бұнда яғни жауын-шашын өте аз болып келеді. Одан кейін мұхиттың жағалауында жанындағы жаздар, яғни плюс 20 градус және 27 градусты құрайды. Қысы салқын 10-15 градус, жауын-шашын өте аз мөлшерде болады. Яғни осы тропикалық климат белдеуде өздеріңізге белгілі Африка материгінің солтүстігінде Сахара шөлі және де оңтүстігінде бізде Калахари шөлі орналасқан. Яғни бұл жаңбырдың аз және өте аптап ыстықта болғандықтан. Қоңыржай белдеу. Қоңыржай климаттық белдеу, ауа массалары ылғалды болады. Бұнда жаздың орташа температурасы плюс 20 градусқа дейін, ал қысы плюс 5 градус Цельсияға дейін жылы болады. Жауын-шашын мөлшері 500 мм-ден 1000 мм-ге дейін жетеді. Континенталдық климаттық жазы ыстық 26 градус Цельсияны құрайды, ал қысы суық минус 24 градусқа дейін. Жауын-шашын мөлшері 200-ден 450 мм-ге дейін барады. Яғни қоңыржай климаттық белдеуде өздеріңізге белгілі 4 мезгіл айқын көре аласыздар. Арктикалық және антарктикалық климаттық белдеу, бұнда шығыс желдердің болуы, жауын-шашын өте аз болады. Арктикада қыста плюс 40 градус, жазда 0 градусқа дейін. Антарктиканың орталық аймақтарында минус 50 және де минус 60 градус Цельсияға дейін суық болады.
жағалауларында -10 градус болады. Арктикалық ауа массаларының әсерінен қалыптасады. Жалпы енді осы жердегі барлық жаңағы климаттық белдеулерге байланысты айта кететін болсақ, бұнда осы ауа температурасына байланысты жауын-шашын, жаңағы күннің ыстығы, аптап ыстықтар, күннің суығына байланысты, яғни өсімдіктер, жануарлар қалыптасқан. Екінші тапсырма жаңағы ақиқат немесе жалған деп аталынады. Бұнда сіздерге сұрақтар берілген. Осы сұрақтарға жауап берулеріңіз керек. Яғни қоңыржай белдеуде температура жыл бойы жоғары болады. Бұл ақиқат па, жалған ба? Тропиктік белдеуде шөлдер өте көп кездеседі. Ақиқат, жалған. Қайсысы? Экваторлық белдеуде жылдық жауын-шашын мөлшері 1000 мм-ден 3000 мм-ге дейін. Ақиқат, жалған. Деген сияқты осы 10 сұрақты аяқтауларыңыз қажет. Егер де тапсырмаларыңызды орындап болсаңыздар, дұрыс жауапқа назар аударыңыздар. Сонымен, құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызда рефлексия, табыс баспалдағы, яғни мен білемін, түсіндім, үйрендім. Үйге тапсырмасы климаттық белдеулер шекарасын кескін картаға түсіру сіздерге беріледі. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағым сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Сау.